Сәлем достар, анықталған интеграл тақырыбы. Каналға тіркеліп қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Тақырыбымызды бастаймыз. Өткен сабақтарда біз анықталмаған интегралды қарастырдық. Бүгінгі сабағымыз енді анықталған. Екеуінің айырмашылығы неде? Мынандай мысалдан бастайық. Көріп тұрғандарыңыздай анықталған интегралда мына төменгі және жоғарғы шекаралары болады. Яғни анықталмаған интегралда жай ғана интеграл белгісі, сосын функция, одан кейін dx. Бұл анықталмаған интеграл. Ал анықталғанда төменгі шегі a, жоғарғы шегі b, функция және dx деп жазылады. Жалпы анықталған интеграл не үшін қажет бізге? Анықталған интеграл қандай да бір фигуралардың аудандарын немесе көлемдерін есептеуде қолданамыз. Бұны шығару үшін x4 дәрежесінің интегралдаймыз, яғни дәрежеге 1-ді қосамыз және бөліміне 4 плюс 1 деп жазамыз. Одан кейін алғашқы функциясын таптық. Анықталмаған интегралда естеріңізде болса плюс с деп жазушы едік. Бұл жерде константа керек емес. Линия саламыз да 0-ден 2-ге дейін деп қоямыз. Шамдайтын болсақ x-тің 5 дәрежесі бөлімінде 5. 0-ден 2-ге дейін. Енді бірінші жоғарғы шегін x-тің орнына қоямыз. Яғни 2-нің 5 дәрежесі бөлімінде 5. Одан азайтамыз, төменгі шекті x-тің орнына қоямыз. Яғни 0-дің 5 дәрежесі бөлімінде 5. 2-нің 5 дәрежесі 32 бөлімінде 5 болады. Ал мұна 0-ге тең болады. Демек, бұл есептің жауабы 5-тен 32 немесе 6,5-тен 2-ге тең. Анықталған интегралда соңында нақты бір сан шығады. Келесі, мынандай функция берілген минус 1-ден 1-ге дейін. Алғашқы функциясын табатын болсақ 9 x-тің 3 дәрежесі бөлімінде 3 болады. Коэффициентке тиіспейміз. Дәрежеге 1-ді қосып, сол дәреженің астына жазамыз. Минус 24 x-тің 2 дәрежесі бөлімінде 2 плюс 16 x. Интегралдағаннан кейін жақшаға аламыз. Минус 1-ден 1-ге дейін де жазып қойық. Бірінші жоғарғы шек қойылады әрқашанда. X-тің орнына 1-ді қойып шығамыз. 1-ді қоймас бұрын ықшамдайық. Мына екеу қысқарады, 3x куб болады. 3 көбейту 1-дің кубы. Минус, мына екеу қысқарады, 12 қалады. Мына жерде шығалды ғой, 12. Сонда 12 көбейту 1-дің квадраты. Плюс 16 көбейту 1. 1-ді қойып шықтық. Енді төменгі, яғни минус 1-ді қоямыз. Минус болғандықтан жақшаға алып жазамыз. 3 көбейту минус 1-дің кубы. Азайту 12 көбейту минус 1-дің квадраты. Плюс 16 көбейту минус 1. Жақшаларды ашамыз, есептейміз. Мынау 3, азайту 12, қосамыз 16. Минус, мынау минус 3 болады. Минус 1-дің кубы минус 1, минус 1-ді 3-ге көбейтсек минус 3. Жақшаның алдындағы минуспен бұл плюс айналады. Сразу жақшаны ашып жіберейік. Мына жерде минус 1-дің квадраты плюс 1, оны минус 12-ге көбейтсек, минус 12 болады. Алдындағы минусымен плюс 12. Ал 16-ны минус 1-ге көбейтсек, минус 16 алдындағы жақшаның алдындағы минусымен 16-ның алдындағы минус плюс 16-ға тең болады. Бұл жерден біз минус 12 мен плюс 12-ні қысқартып жіберуге болады. Ары қарай 3-ті 3-ке қоссақ 9 плюс 16-ны 16-ға қоссақ 32. Сонымен жауабы 41. Келесі тапсырмамыз тригонометриялық функцияларға арналған. 1 минус 2 косинус квадрат x. Бұл жерде бірден
интегралдау қиын болуы мүмкін. Ықшамдап алғанымыз дұрыс. Алдымен ықшамдап алайық. Дәрежені төмендету формасын қолдануға болады мына косинус квадрат үшін. Немесе мынау 1-ді косинус квадрат минус синус квадрат, яғни тригонометрияның ең алғашқы формасы бар ғой, соны қолдануға болады. Интеграл 0-ден пи бөлу 4-ке дейін. Жақшаны ашайық. Демек 1 дегеніміз бұл синус квадрат x плюс косинус квадрат x. Азайту 2 косинус квадрат x dx тең. Так, интеграл 0-ден пи бөлу 4-ке дейін. Жақшаны ашамыз. Мына косинус квадрат x минус 2 косинус квадрат x бұл минус косинус квадрат x-ке тең болады. Синус квадрат минус косинус квадрат. Так, синус квадрат жоғарыға жазып қойық. Синус квадрат x минус косинус квадрат x. Бұл формулаға келеді, минусты шығарып жіберейік. Яғни орындарын ауыстырып жазатын болсақ, косинус квадрат x минус синус квадрат x тең минус косинус 2x-қа тең болады. Осыны апарып қойсақ болады орнына. Яғни бүкіл мына жақшаның іші, бұл бізде минус косинус 2x-ке тең болады. dx. Так, косинустың алғашқы функциясы синус. Косинустың интегралы синус болады. Мына минусын алдына шығарып жіберейік. Минусын алдына шығарамыз. Және x-ның алдына 2 тұрғандықтан бұл күрделі функция 2-ден 1 деп жазамыз. Сонымен интегралы минус 2-ден 1 синус 2x-қа тең болады екен 0-ден пи бөлу 4-ке дейін. Жоғарыдағы шегін қоямыз бірінші. Минус 2-ден 1 синус 2 көбейту пи бөлу 4. Азайтамыз. Жақша қалайық. Минус 2-ден 1 синус 2 көбейту 0. Тең. Так, мұны 2 мен мұна 4 қысқарады, мына жерде пи бөлу 2 қалады. Пи бөлу 2. Так, мынасына жазайық. Минус 2-ден 1 синус пи бөлу 2. Так, енді мына екеу минусымыз плюсты береді. 2-ден 1 синус 0. Минус 2-ден 1 синус пи бөлу 2-де 1-ге тең болады. Алдында минусын тастамаймыз. Көбейту 1 қосамыз. Синус 0 градуста 0-ге тең болады. Сонымен жауабы минус 2-ден 1 немесе минус 0,5-ке тең екен. Так, құрметті достар, мына тапсырмалар сіздерге арналған. Өздеріңіз шығарып көріңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Каналды тіркелуді, қолдауды ұмытпаңыздар. Амандықта жүздескенше.